Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 101-ші сабақ, нәтиже сабақ мен не үйрендім. Алдымен балалар, біздің арнамызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырма, оқы мәтін не туралы. Адам табиғаттың бір бөлшегі, әрі ғажайып туындысы. Табиғатқа адамның жанашырлықпен аялай есірке қарауы оның перзенттік міндеті. Дария, теңіз, көлдер мен орман тоғай, асқар таулар мен жан-жануарлар табиғаттың ажар көркі ғана емес, оны білінуден, азудан сақтайтын құдіретті күште. Табиғатта басы артық ештеңе жоқ. Не бір құс, не бір хайуанат, не бір өсімдік, немесе жәндік артық емес. Соның бәрі табиғаттағы тепе-теңдікті сақтап тұру үшін керек. Ал ол тепе-теңдіктің бұзылуы күндердің күнінде ойран апатқа соқтырары сөзсіз. Олай болса, табиғаттың өзінен үйреніп, оны қорғауға тиіспіз дейді. Енді тапсырмаларға назар аударамыз. Мәтіннің тақырыбына сәйкесін таңда дейді, себебін түсіндір дейді. Бірінші ат бізде табиғат, екінші атау табиғаттағы тепе-теңдікті сақтаудың маңызы, үшінші табиғаттан үйренейік дейді. Балалар, біздің ойымызша бұл жерде табиғаттағы тепе-теңдікті сақтаудың маңызы мәтінге атау болады. Келесі мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді. Яғни бұл жерде мәтіннің түйін сөзі табиғатты қорғау. Мәтіндегі негізгі ой ендеше табиғатты қорғауға шақыру деп жазамыз. Келесі екінші жаттығу, бағанның екі жағын септік жалғауына сәйкестендіріп толықтыр. Неліктен олай толықтырғаныңды түсіндір дейді. Қараңыздар балалар, бірінші баған табиғат сөзін септік жалғаулар жалғаған, бірақ толық емес. Екінші бағанда дәл солай есімдік, ол есімдігіне септік жалғауларын жалғаған, ол да толық емес, соны біз толықтыру керекпіз. Енді балалар, сіздер барлық 7 септікті жатқа білесіздер. Жалғауларын жалғап, сосын менің жазған нұсқамен салыстырыңыздар. Келесі үшінші жаттығу 73-ші беттегі мәтіннен есімдіктері бар сөйлемдерді теріп жаз. Есімдіктер қай сөз табының орнына қолданылып тұрғанын тап дейді. Сіздер есімдік туралы білесіздер, ендеше мәтінді тағы бір оқып, ішінен есімдіктері бар сөйлемдерді тауып жазыңыздар. Мысалы, міне мен есімдіктері бар сөйлемдер тауып жаздым. Өздеріңіздің нұсқаларыңызбен салыстырыңыздар. Оның ішінде оның, оны, ештеңе, соның, ол, өзінен деген есімдіктер зат есімнің орнына қолданылып тұр, ал бәрі деген есімдік сан есімнің орнына жұмсалып тұр екен. Келесі төртінші жаттығу, Әли мен Мерейдің пікірін оқып, өз ойыңды білдір. Келісетін не келіспейтініңді менің ойымша сөз тіркесінің көмегімен беруге тырыс дейді. Сел, жер сілкіну табиғаттағы тепе-теңдіктің сақталмауынан сияқты. Менің ойымша болып жатқан апаттар заңды құбылыстар, олардың табиғаттағы тепе-теңдікті сақтауға ешқандай қатысы жоқ дейді. Өз ойыңды жазбаша білдір дейді. Енді балалар, осы екі пікірге сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Оны менің ойымша деген сөз тіркесімен бастап жазыңыздар. Мысалы, мен былай жаздым. Бірінші пікір, менің де ойымша табиғаттағы тепе-теңдіктің сақталмауынан апаттарды болуы мүмкін. Ондай апаттарға жаһандық жылу және басқа да өзгерістер әсер етеді дедім. Ал екінші пікір, керісінше, менің ойымша болып жатқан апаттар табиғи құбылыс деп жаздым. Келесі бесінші жаттығу, көп нүктенің орнына септеулік есімдіктерді қойып мәтінді көшіріп жаз дейді. Балалар, тапсырманы орындаймыз, есімдіктерді қойып шығамыз және менің жазған нұсқаммен салыстырыңыздар. Тәуелденіп барып септелген зат есімдердің астын сыз дейді. Және жіктік жалғаулы етістіктерді тап дейді. Бұл жерде балалар, тәуелденіп барып септелген зат есімдер, күшігім деген сөзді алуымызға болады, бірақ ол атау септікте тұр дейміз. Мысалы, менің күшігім атау септікте тұр. Яғни ешқандай жалғау жалғанбаған. Одан кейін үйдің маңынан деген сөздегі маңынан. Маңы бұл тәуелдік жалғаудың үшінші жағы деген, ал нан ол шығыс септігінің жалғауы. Келесі әкем. Бұл да атау септікте тұрған зат есім деп аламыз. Ал жіктік жалғаулы етістіктер бұл жерде тауып алдық. Яғни біз тауып алдық. Көпше түр бірінші жақ. Дыбыс шығарды. Ол дыбыс шығарды. Жекеше түр үшінші жақ. Аяп кеттім. Мен аяп кеттім. Бірінші жақ. Жекеше түрде. Әкелдім. Бұл да бірінші жақ. Жекеше түрде. Қарсы болмады. Ол қарсы болмады. Үшінші жақ.
жекеше түрде және жасадық, яғни біз жасадық. Бірінші жақ бұл көпше түрде болады. Келесі тапсырма 6-шы жаттығу. Беріктің күшігі жоғалып кетті. Ол күшігім жоғалып кетті, табуға көмектесіңдерші деп хабарлама жазды. Ол осындай мазмұндағы хабарламамен күшігін таба ала ма дейді. Көмектес, күшіктің ерекше белгілерін, түр-түсін көрсетіп хабарлама жаз дейді. Сіздер қалай жазар едіңіздер, балалар? Мысалы, мен былай жаздым. Күшік жоғалды. Алабай тұқымды ақ қара түсті маңдайында және оң жақ қабырғасының астында қара түсті белгі бар. Адамдарға үйренген, тауып алған жандар болса, көрсетілген нөмірге хабарласуларыңызды сұраймыз. Енді балалар, сіздердің үйде немесе ауылда, ата-әжелеріңіздің үйінде күшік бар ма? Немесе иті бар ма? Солардың белгісін жазуларыңызға болады. Мысал ретінде, мысалы, сары түсті, ақ сары түсті деген сияқты. Келесі тапсырма. Жазған хабарламаң мен 5-ші жаттығудағы мәтінді салыстыр, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын тап дейді. Бұл жерде енді ұқсастықтары 2 мәтінде күшік туралы, ал айырмашылығы біріншісі әңгімелеу мәтіні, екіншісі хабарлама. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.